Мен білем наказание жігіттер. Сендер білсеңдер былай мәз болып тұрмайсыңдар. Мен солай қойшылағым келіп тұрған. Мен бірінші рет жеге, мен челлендждерде жеге. Мен вот шын айтайын, Құдай көріп тұр ғой. Бірінші рет қатты қуып алып жатырмын мен. Жандос, бірінші рет қатты қуып алып жатырмын мен челлендждерде. Енді елестетіңдер наказанияны. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алтыбақан Family бүгін бізде керемет челлендж. Космостан түсіп келе жатқан допты мына ортаға тоқтатып қалу керек. Бүгін бізде космостағы допты бүйтіп алып келіп тура төрт бұрыштың ортасына тоқтатып қою керек. Короче, Алтыбақанның бір-екі мүшесі Юпитерде тұр, солар бір тебетші сол жақтан. Біз соны қабылдап алу керек соны. Доп аспаннан лақтырамыз, соны прием мяча ғой, идеально ана квадраттың ішінде ұстап қалу керек. Ана квадрат енді кішкентай. Сондықтан Өте оңай задание, сол үшін қорықпаңдар, кеттік. әрбір адамда 5 мүмкіндіктен болады. Енді жазалау туралы. Жазалау айтылмайды. Айтса жазалау айтылмайды. Әр адамда 5-5 попыткадан квадраттың ішінде кім тоқтатады, сол шетке шығады, тоқтатады, шетке шығады. Ұтылғандарды тоқтата алмағандарды жазалайды жосқы. Примерно 6 адам. Жартысы тең жартысы отырады. Тең жартысы отырады. Наказание айтылмайды, наказание болатын кезінде орындалады, прямой. Ол қашан болатынын да білмейді. Ұтылғандар, короче, ертеңге дейін абайлап жүру керек қой. Любой момент наказание орындалады. Любой момент. Так что дірілдемеңдер, қорықпаңдар ешкімнен. Бізде челлендж басталды, кеттік. Егер бір-ақ адам тигізсе, бір-ақ адам қаламадық істеуге бәрі қырады. Ровно бөліскенше аналар қайталай береді. Сол бір адам түсіреді, тұрады. Мысалы, бір-ақ адам түсірсе, қалғандар түсірмесе, түсірмегендер қайтадан круг жасайды. Пока ровно бөліскенше. Солай бөлінеміз екіге. Болды, ал бастаймыз. Бізден ең бірінші доброволец кім? Тима, сен мен атырамын. Кім? Арманнан бастайық жігіттер. Арман! Мен осындамын. Давай, кел, баста. Осындамын. Көпеші барластырып отыра берейік. Давайте, Джиги. Армастырмашы. Идеально. Байқап жатсаңдар, мен без крюченый таза бет бай атырап аттым. Без крюченый. Крюченый болса қиын ба дүргізі? Плюс болуың керек, кесіп кетіп орта тұрып қалуың ғой. Неге? Кеттік. Үшінші бізде попытка Армандікі. Go. Кетай. Ешкім жоқ. Бады толатып атты қой. Ойнадыршы. Бәріміз ұстап алып, Арман наказание жалғыз өз орында жүрсе о. Соңғы қалды ғой, я? Соңғы қалды. Түсіресің ба соңғысын? Жайлап кеп отыр мұның. Кетті. Әдемі. Адам Арман. Бля, отыр қалдым шынымен. Именно ана видео түсіру. Бірінші всегда қиын да. Қазір бәрі ұтады деп ойламаймын. Негізі Арман келеді, маған адамдар келеді. Негізі Арман не съемке дайындал жүрді, идеально бәрін түсіріп атты да, именно видео түсіріп атқан кезде бәрін істей алмай қалды. Төбеден доп тастаған кезде енді жаттығу кезде мен обычный ойын басталмай жатып челлендж мен тоқтатыпаттым негізі. Сөйтіп ана жерге келген кезде білмеймін. Камера қосылған кезде или наказание мен естіп қойдым шет жағын басында. Қобалжи бастадым, ой, ё-моё, ұтылып қалсам, қазір ана наказанием жестко болатын біліп тұрмын ғой. Бекер естідім негізі, маған айтпау керек еді, сол кезде мен істейтін бедімін ше. Атак, әшейін күнде тоқтап жүрген домым, не аспаннан келеді қан. Мен, достар, екінші мен. Бір түсірем,
шетке шығып күтуге отырамын, пока кім мен қасыма қосылады екен деп уверен ғой. Кеттік. Өзін апарсын. Үшеу қалды ғой. Кыргызстан. Қанша попыткасы қалды ойнудың өзінен сұрайық, қазақша сұрап қанша неңіз қалды? Екеу-ақ қалды. Екеу қалды ма? Қалай ойлайсыз? Түсіре аласыз ба? Или сіз менің қатарыма қосыласыз ба? Екеуін түсірем Арман. Досына мына арамы. Блин, чуть-чуть не считается. Мына жерде жер былай склон болып кеткен, мына жерде Тура менде де сондай болды бағана. Сөйттілік кішкене менде де кетіп қалды. Сол үшін брат, алдыға бауырым сәл тежеп тұрасың. болды. Алдыға тоқтатасыз да? Мен мына жаққа келіп тоқтайды ол, түсін бе? Ани. Давай. Алтау кетіп қалды. Жарайды, нормально. Былай тоқтата бересің, камера кергенде қиындау еді. Сол үшін Қиын, миын деп айтпай ақ қойыңдар, ондай емес. Сендер ойлағандай қиын емес негізі. Газ көрсетем. Просто қараңдар. еш уайымдама бауырым, біздің қатарымызда бүкіл команда болады қазір. Иә, давай. Қиын емес негізі. Почти. А, міне, идеально, міне. Давай. Блин, как будто ощущение стоит сияқты. Ема, давай. Получается вообще. Андайда как будто вот түсірем, бірақ по-любому бір тиген кезде қашып тұр ғой мына жерден. Жер дұрыс емес ойын жігіттер да? Жер домалақ қойсын. Жер домалақ, брат, содан кейін дұрыс емес. Қара. Не получилось. Бірақ хочу, очень хочу. Қатты прям. Удачи. Пробный, қызыңмен істейді пробный. Сен бит көтеріп отырсың ғой бағана, битші. Сен бит көтер да, и түсір. Сезім. Сезім. По-любому сейчас біз подкаст. Әшейін место ауыстырамыз қазір. Орын ауыстырады әшейін бит. Молодец. Сізде қорқып кеттір адам осы. Осыда отып кеттер түсіңде. Міне, брат. Давай. Негізі жақсы қабылдап тұр. Енді ол жақта шынында мен нормальный результат көрсеттім деп ойлаймын, потому что девятка, анау, мынау, пенальти, олардан жаман результат көрсеткен шығармын енді. Бірақ енді жаңағы космостан доптары әдемі түсті аяғыма негізі. Бірақ енді сонда да тырыстым, болмады. Рома, короче, соңында түсінді шақалы қайтаратын. Сәл бір 3 попытка соғында тағы. Болды, шығасың. Давай. Квадратта ойладым, оп-оңай деп. Кезінде. Ортаға шыққанда, может, тұратын бел. Ана шетке. Соңғы попытка ба менде. Давай.
Тоқсандар қалай жағдай? 90'дар ғой, я. Достар, менің кезегім. Мен былай үйреніп алдым, негізі кішігірім түсінгендей болдым. Қас көреміз. Тима! Давай, дайсың ба? Тима! Давай, идеально мынау. Кадосикстан. Кішкене қалды. Дайнер, здорово болсын. Қиын дегенде қатты қиын емес негізі. Менде допты бақылау кішкене қатты мықты демесем де, бірақ орташадан сәл жоғары деңгейде допты бақылау, ауадан келе жатқан допты қабылдап, бақылап, ары қарай ойын жүргізе алатын тәжірибем бар. Бірақ анау квадрат бізде кішкентай болды ма, немесе менің сәл толқу болды ма, анда біз ол челленжден кім ұтылады, қандай тапсырма орындайды, қандай жазалау болады, біз білмейміз, бірақ өте қорқынышты деді. Типа істей алатын болып тұрсыңдар ма? Кеттік ал, келесі Зефрикс. Ал достар, қазір енді барынша тигізіп көремін, балдардың бәрі тигізе алмайды, рандом сияқты шоты мынау бәрі ше. Әдем. Нормально ма? Әдем оғын. Соңыма не жеге? Уақыт тез өте деген не жеге? Давай. Бисмилля. Я бауырларым. Жамандар оларды. Достар, бұлар бар ғой, бұлар бізге дейтін вообще қандай тапсырма беретінін, қандай жазалайтынын айтқан жоқ. Біздер деген бізге түнде айтты да, осындай ертең видео түсіреміз, дайын болыңдар, жестко болады. Мен датово қобалжып ойладым, парашюттан секіреміз бе, датово ойланып кетті мен, ұйықтап атады, бассейннен лақтырып жібереді деген миыма неше түрлі ой келді ғой. Бауырларым, не ждите меня? Давай. Мен бүгін тапочкамен бір прям қалдап көрейін, сосын барып 5 тапочка қалдап. Кеттік ал, сен білсен ба? Симпл қайтарсаң, это будет легендарный. Кетті. Yok, Шелі ал. Бұнг өткізді ғой. Сэр Алекс Фергюсон эмоциясын қой керек қой. Нақты. Давай. Дәл ішіне түкмес па? Жаңағысы қалдамамыз. Екі попыткасы қалды, жаңағы біреу есептемеді ғой. Аккуратно қалдайды дейді, максимально. Ауадан доп ұстау челленджді бізде мен де тым практиковать еткен жоқпын. Мен футболдан тым хабарым жоқ. Но мен келесі жылы мықтырақ дайындап келемін деп өзіме шешім қабылдадым. В общем, менде бутсы алған кезде ең бірінші кием ғой ойдан. Сол кезде удобно тұрған сияқты болды. Именно челленджге келгенде уже аяғым қысып бастады. Вообще деген андай мозоль шығып, уже артқа қажап бастап, содан кейін аяқ ауырып кетті ана жерде. Одан кейін балдар ұстап жатыр, чук-чук-чук, порядок, очередь кетіп жатыр. Мен ұста алмайды жаңағы өзіме неуверенность болды да. Я с вами, бауырларым. Я вас не кидал никогда. Ал достар, маған сендер ең қазір, хотя бы біреуін қабылдаймын. Қуаныш бар. Әдем ғыны. Жандос. Тездесек қараң болады отыр. Әдем ғыны. Десем мен очкиім қараңғы. Бір аяқпен. Бір аяқпен. Екі попыткасы қалды Жандостың. Бит-бит-түсте тұрқасам шығады. Әдем ғыны. Болма? Жандос. Міне әдем. Айқайсыз ғой. Енді тұрар бізден точно біреуін қабылдайтын сияқты чота. Жаңа Жандос маған очередті берген жоқ та. Мен тебем деп. Енді қазір көретін боламыз. Тура менің інім ғой.
Қара қалай лақтырам. Жоқ, давай, нормально. Өзім туысқандардың бәрі тығып жатты ғой ішіне. Әдемін. Суға. Бұл ойнамайды ғой болды. Бірінші бабы лақтырдыңдар. Брат, қатты лақтырдым мен аны. Кешеде барлығында былы дедің брат сен. Көтіміз ашып жатыр. Көтіміз жетіп қалды ола қарашы. Именно жағы лақтырғаным басқаларға қарағанда би қатты лақтырып жіберемін ғой, қорқып кетемін ше, типа. Слишком қатты кетіп қалды ма деп. Соның өзі. Жоқ, ол бірінші рет қой, екінші рет қатты лақтырдым да. Ұстап алады ғой. Мәссаған, бірінші попытка. Мен бірінші попыткадан тоқтатам ғой. Ё-майо, енді мен ана жерде жүгіріп кеткенмін ғой, плотно жүгірдім ғой мен ана жерде. Өткені мен одан алдын бір-екі тренировочный жасадым. Бір-екі тренировочный жасадым. И вообще болған жоқ. Мен ойладым, ё-майо, мен қазір жазалауды орындайын деп. Бірақ жоқ, доп келді, но не еще. Аспанға лақтырады ғой, прям плотно ше. Үстіге ұшып бара жатыр, мен ойлаймын, блин, бірінші попыткадан точно болмайды деймін ше. Бірақ деген бірінші попыткадан түсіргенсің ғой, мәссаған. Ема, анаған қараш. Винер. Вип болыпсың ғой. Я. Может, смысл жоқ қой дальше. Кетті. Әдемін. Әдемін. Давай, родной. Денеңмен қасып қалу кезде. Да? Болмады. Короче, бір касание ғой. Бір касание. Әдемі. Әдемі. Давай. Әдемі. Давай. Охуй. Бля, давай. Растрет сияқты что-то. Давай. Екі попытка бар. Үшеуі жақсы болды, по идее. Возможно, елки. Давай. Көттерін ашып атқаннан сендерге қарап барам. Как раз екеуміз 2-5-піз. 2-5. 2-5-терге осындай сила берген ғой бізге. Жоқ, 4-ші попытка. Нәссаған. Достар, осы үшін лайк басыңдар. Просто бәріне көтеріп басын. Қара, сен вообще бесеуінде қабылдамайды. Кеттім. Кеп біздің қатарға. Бұл скилл, брат, енді. Бірінші Күл күшімен Бұл енді скилл. Ешкімнің мына жерде несі болмау керек, оған деген сұрағы. Но не лақтырған кезде басым мынандай емес, мынандай болып кетті ғой басым. Осындай болып кетті ғой басым. Но не айтады өзі, мен қатты лақтырып жібердім деді ғой. Мен олай қатты лақтырған кезде мен оған ұрсан деп жатырмын. Типа лақтырды ғой осы кезде. Мынау слишком ғой деп айтайын деп жатыр едім. Бірақ уже кетті төбеге, амал жоқ, орындау керек. Лақтырған кезде ол өзі айтты, мен қатты лақтырып жүрмін деді. Слишком қатты лақтырып жүрдім. Қатты лақтырған кезде келе жатыр. Уже дрожь бар. И аяғымды қойып қалған кезде доп
төрт бұрыштың ішінде болған кезде жан жағыма қараймын, мәссаған. Ана жерде енді бақытты адам менен басқа бақытты адам жоқ. Ола. Прикинь, Арман қазір тоқтата алмаса, он может и проиграть. Реально ұтылуың мүмкін. Сен надо өтіп кетсең, потому что 10 адам бар отырған кезекте. Бір жесткий дейді ғой. Уайымдайын дедім ғой. Просто на бала білет. На бала білет. Давай. Ja, bir. Adamlar. Vay demin. Аяққа бейіп қалды. Үшеу қалды ма? Үшеу. Төрде болған. Үшеу қалды. Ой, Пакистан. Біреу қалды. Вай. Бля, мынау е. Мынау қалай тұтылды? Чай бер. Қолынан ұстау от енді. Негізі бар ғой Арманның отылғаны өте дұрыс осы видеоға ше. Еркекше айтамын. Давай, ала алмайды и так. Ала алмайды. Қайтарып кетеді, брат. Ай, лақтыр. Мына чисто честный бой ғой. Ой, идеально. Именно. Ай, екеу. Ема. Ну, не, ана жаққа бару керек па иде? Вау. Біреу. Ана жаққа өткендердің бәрін мен лақтырдым да. Тиман дұрыс емес лақтырып отқан. Онда брат сен маған лақтыр. Жоқ, мен лақтырмаймын. Мен лақтырсын десем лақтырмайын дейді. Жоқ, ар жақта Тұрар отыр, Тимур отыр, брат. Дұрас отыр. Давай. Я готов. Брат, уже не только техника, еще бах. Шудың ба деген сияқты демалғы да. Тактикалар бәрі істеп көріп жатырмын ғой өзім оңғай. Қайда ашып Кстати, сол челленджде мен қалай дірілдегенімді айта алмаймын. Шынымен де анау ощущение, мысалы сіздерге андай болып көрінетін шығар, дәл қазір көрініп жатқан шығар. Просто ұстау керек, ұту керек, или там түсіре салу оңай деген, бірақ анада болып сен аспанда кетіп мен үшін медленно болып жатыр, ана момент и ішімнен ана екінші попыткам жатыр мен уже. Сода бүйтіп тілеп жатырмын, я Алла тағалам, өтініш осы попыткада түсірейінші деймін. Әркімнен сұраймын, қандай техникамен түсіріп жатсың деймін да отқандардан. Біреу аяғын бос ұстадым дейді, біреу оказывается ол рандом просто. Какой-то момент болды просто айналмай жатса, вот мелкий просто, вот мелкий заттар решать етеді. Ауада кетқанда медленно жатыр да и просто ұстадым и түсті да. И сол ощущениені сезіп жатқан түсіндім да балдардың барлығы. Потому что бізге наказание өте қиын болады дейді. И содан кейін просто ана жерде просто былай болдық қой бәріміз. Атқандар мен қолымды брат, қалай сен мекен жайымды? Ай сен жүр үйретем ба? Қалай смело. Рома салға қолды бейт еще. Күшпен қайтарып көрсе Рома. Бля, қисық шықты ғой. Тимон, дұрыс емес саған тұрыпсың ғой. Екеу қалды. Нормально тұрдың. Біреу қалды, біреу. Екеу қалды. Лео енді мақтату болады. Екі-ақ слот қалды, екі-ақ орын. Біреу мен ақ кетуім керек, ата нечесті болады, брат. Арманға жүгіремін. Егер қазір ұтсам, Арманға жүгіремін. Тебер. Іші кіргізуге жақсы. Перфект брат, әдеміміз. Қаттырақ ұстап бар. Үйретейін да брат, үйретпей аташ. Аяғын қыс. Давай. Мынаны қарай мақта түсті. Үшеу қалды ма, екеу қалды? Екеу қумаш. Біреу қалды енді. Негізі, білмеймін, квадрат мен көзімше, менің көзіме кішкентай болып көрдім да, шыны керек. Және
басында 6 жеңімпаз өтеді деді. Ары жатқан, сосын бір қарайым, балдар өтіп баратыр. Білмеймін, күнде істеп жүрген заттар қиын. Алыстайсың ба? Және соңғы мүмкіндігім қалды менде. Бір ғана темппен жасай берем, ұшып кете береді. Сосын ойланым, жарайды, қалды лақтырады. Ішімнен шынымен айтайын, практиканы өзгертем дедім. Аяғымды сол бағытта қарап алам. Болса болды, тапсырдым дедім, короче. Доп келді, аяғым тегізім солға алып қалдым. Нүкте тұрды. И жүгірем ғой бассейнге қарай, артыма қарай, ешкім жүгірмейді да. И ойладым мен, квадраттан шығып кетті доп деп. Сөйтсем, қалған ойыншылар мені ар жақта көре алмай тұрған екен ғой олар. Или ол жүгіреді ғой. Бөле, ар жақта барады, ешкім жүгірмейді ғой артынан. Ойладым ұтылып қалдым деп шығып кетті деп білгей. Четыре. Болды, осымен ұстау керек еді. Челлендж. Ема, давай. Түрмек қоямыз оны. Жо. Давай. Секірмек қоясың, қомыстасың адамды. Бақыл үйретесің. Ой, шанс мынау. Біреу қалды. Ой. Багаза. Ема, достар, көріп тұрсыңдар ғой, бәрі өтіп жатыр. Білмеймін, неғып тегізе алмай жатыр біздікілер. Кәмені екінші мүмкіндік қазір тегізем деп тұрсам мен. Давай. Попытка алды. Нешеу, екеу қалды ма? Осуждаю. Соңғы. Чит қой, ана читерство ғой. Мен 60 керіспен ойнап жатырмын, болмайды. Давай. Қалдыма шума. Тегізуге оны. Тағы біреу бар. Біреу бар. Безіңдер қиынсыңдар ғой. Шығып кет деп тұрмын ғой. Осыл очкимен көрейін деп тұрмын ше. Четко. Ай, бека четко. Ой, ё-моё. Еще қалды, екеу ма? Екеу қалды ма? Біреу қалды, ласт. Давай, го. Бека ма? Лучше, әдемі мынау. Давай, әдемі. Арман. Бисмилля, болды. Жо, мен еш мақтанбай қояйын, мен специально басында кірмедім, яққа қызық болмай қалады деп ойладым да. Соңғы 2 орын бар, мен қазір кіріп кетейін. А то опасно уже. Шайнолар өтіп кетуі мүмкін. Арман саған ше, наказание орнаған жарасып тұрады. Өзі наказание. Ал жап! Арман әдемі. Кетемін айда қорқып тұрмын. Жоқ, брат. Мен қалды, оның алдында. Давай, чет. Бетіне қарап. Арман, вакансия. Екеу қалды Екеу. Біреу қалды. Арман көт шапал қырып жатыр. Арман, ласт. Әдем. орын бар ғой, нони орын бар. Шос қылып жатырмын. Ё-майо. Ё-майо, давайте. Қисық кетпаса ұстамақ қой. Ойбай, 2 орынға қалады. 2 жанаш кетті бір-біріне. Ема. Қисық кет. Ешкім жанашмайды деп. Бірді сектордан еще.
Саналады ма? Да вроде оно не қалды ғой. Осылай істеші, екеуін осылай істеші былай. Түрттің и оңға тартпашы аяғыңды. Давай. Има әдемі кетір. Тартпасай оңға аяғыңды. Блядь! Просто нони наказанием, блядь, жігіттер. Брат, мына жер драма ғой драма. Мен білем наказание жігіттер. Дым деймін сыртқа шығып кетеді ғой. Мен болды уже. Достар мен бітті дедім. Серьезно айтамын. Көрдіңдер ғой өздерің. Мен бетімді ұстадым жерге еңкейдім, тильтқа кірдім. Уже настроение жоқ реально. Балдарға да қарағым келмейді. Ана 5-ші қабылдағым да келмейді. Сөйтіп тұрдым да максимально концентрацияны алдым да. Давай, жіберші дедім. Лақтырады. Кетті. Ебана идеал, брат. Это гол. Тұрды. Жалпы, достар, бізде төбеден тоқтату челленджде менің өмірімдегі контент түсіріп атқандағы ең қатты, ең шынайы қобалжуым осы челленджде болды. Өйткені біз наказанияны маған келіп айтты, менімен кеңесті. Осындай жазалау қолданса қалай болады деді. Мен бірден қолдадым, бірақ қолдағанның өзінде де ойлап қалдым. Ал егер мен ұтылып қалсам не болады деп. Бір айналым болады, 2 айналым болады. Бізде 7 адам шығады. 3 өтеді, 2 өтеді, 3 өтеді, 5 өтеді. Мен уже дірілдеймін ғой, брат. Мені тоқтатты ғой, 200 тегілік тегін беріп. Мен сияқты істедің бе? Білмеймін, бірдеңе істедім де жігіттер. Ема. Красава мой. Бір қалды. Соңғы. Брат, 5-ші попытка соңғы маған очередь айналып келмейді уже. Жаман ғой. Памперсқа түсіп қойдым мен, серьезно айтам. Сөйтіп қарайым, 5-ші попыткасы тоқтатады. Ана доп деген прям линияға тұрып қалады ғой. Мен бірінші очередь барып түсіріп алам ғой жаңағы линияны, шоу потом көрсету үшін. Мынандай болады ғой достар. Ё-май, мен айта алмаймын ана сезімді деген. Нони жүгіріп жүр ана жерде қуанып. Өйткені ол жазалауды ол біледі. Ол арамызда сол біліп жүрше не болатын. Сол үшін ол қобалжып, қорқып жүр. И тоқтатады ғой, ё-май, жаман қуанады ғой, прям от души қуанады ғой. Бәріміз барып құшақта оның үстіне мініп, короче, өте керемет болды. Арман келдің, брат? Арман келіңдер. Достар, сен білесің. Жігіттер, қазір арамыздан бір-ақ орын қалды. Арамызда кімге шығып кетеді? Жайлап қинаймыз. Келістік па? Қол қоямыз кеттік. Давай. Безек отылғандар бір комнатаға жиналу қойық. Мен ағам бұл. Әдем. Бәрімізге осындай ма? Осындай ғой. Үшеу қалды. Мен алдында адамдарды қарасың. Достар, менің кезегім бір-ақ орын қалды. Кеттік. Мен қолым дірілдеп отыр ғой. Бір орын ба? Бір орын. Білесің бе? Тихо, давай. Төртеу қалды қатыр. Әдемі. Ема, жұмсақ. Әдемі. Әдемі. Сұрағаныңа лақтырып бердім. Давай. Жоқ, босик. Біз қуанып отырмыз. Сағат ештеңе де тілемейді, ештеңе естімеймін. Достар, мінекей досым болса да өтпеуін қаладым достар мен. Болмайды, подкоп жасау болмайды. Әдемі ғой. Кәне күшті берді бірақ ма? Міне әдемі беріп отыр. Қателес, Тефрикс. Қателес.
ана жерде өз новичок. Вот қателеспеген ғой біз таңдаудан. Сол аяқ айттым, сразу жасады брат. Прикинь. Қуантырмен. Алты адам өтеді, сен кесеттірмей деген. Именно менің очередім келіп қалғанда 3-ші попыткеде тоқтата қойды. Ё-моё. Өзімде сенім пайда болды, бір 50%-дей Zephrix құлатып алады, и одан кейін мен өтіп кете аламын деген менде сенім болды. И Zephrix ұстап алады ғой. Мен Нонидің бұлай жылап тұрған наказаниясын көрдім. И еще ең қиыны наказанияны біз білмейміз. Наказанияны любой уақытта болады деп айтты бізге. И ол өте қиын болды біз үшін. Уже төбеде бүйтіп жатыр. Ема өзі бар ғой ана челлендждермен парашютта кетіп жатырмын деп ойлап жатырмын бар ғой уже. Допты бүйтемін де ұстап қалдым, доп бір орында тұрып қалады ғой. Мен анандай айтып мен бар ғой, вообще қуанып көрмеппін. Шынайы эмоциям шықты ана кезде ше. Зефрикске айтамын ғой, қисып кетіп қалды ма деп, типа қайтадан аттырайын ба? Бізде достар 7 адам өтті. Енді 7 адам 6 адамға наказание орындайды. Қандай екен? Жаза қабылдайтындардың арасында ең главный персонаждар ол Арман Пірманов. Жазалау қандай? Жазалау айтылмайды, ол кез келген уақытта болады. Жазалаушылардың ішінде бірге ақылдасып дей ма? Жоқ, жаза уже жазылған, орнатылған. Жазалайтындардың арасында айтылады ол, и любой момент істеледі. Қалайша ой осы тоқтата алады дейтін адамдар тоқтата алмай қалды да, енді тоқтата алмайды ғой дейтін адамдар тоқтатып кеткен кезде мен бүйтіп қалдым ғой. Қалай сондай короче. Мен андай контроль мяча менде может былай немеде нагать етуден слабый шығар, бірақ мен топты бүйтіп кішкене чувствовать ете аламын да ауадан келе жатқан. И мен ойлаймын короче өзіме, мен тоқтатамын деймін де, ана жақтан тұрып, ну рас, менлер деген кезде в шоке ғой, ема, қалай короче, екеуінен сұраймын, екеуі тұрады. Бүйтсіз, тура солай істеймін, отып қалдым бірақ. Так, жігіттер, бұл роликтің спонсоры бізде бір хбет букмекерлік кеңсесі. Дәл қазір Алтыбақан промокодымен барсаңыздар, сіздерге 100-200% бонус беріледі. Ссылкасы тура осы видеоның астында. Бізде, короче, бізде олай келеді жеге. Мен анарада балар айтады, автоматпен жүр. Ана жақтан Рамазан соларды алып келген екен, оказывается. И мен ойлаймын, блин, ол айтады ғой, маған сеніңдер, олар атпайды сендерге дейді ғой. Біз ана жақта тығылып, қашып жүріп, короче. Мен тұрамын да, туалет ішіне кетем, Арман тұрады да, есігін сыртынан ашықты. Чық. Мен айтамын, мен қатыстыр. Бүйтіп барамын да, шәртіп, шкафты ішіне тығылып, короче. Телефон шығып, бізге шығып отырам, ана жақтан балар кетті. Сосын олай отырамын да, олай айтып тұр ғой, деймін да, короче. Бүйтіп ана жақтан келем, диванға отырам. Арман, короче, ішіне күртіп келіп, мен ойлаймын, ол балаға шығарып жатыр деп. Біз 7 адам автоматпен 6 адамға қарсы. Налар тұр. Тұрған адам емес пе? Мен ойлап артқа қарап Жеге шынымен мен жүрмін ол жақта. Бля, ну серьезно, давайте снимем. Газ, отырса, жеге. О, атпайды. Ой, ема, мен өмірімде, білмеймін, енді барлығымыз көшеде, ауылда өскеннен кейін біраз енді білеміз ғой, то что кейбір кезде таяқ жедікте, какие-то другие моменты болып төбелескен кездерде, бірақ біз ішке кірген кезде атмосфера өзгеріп кетті сразу. Мен дәл қазір менде мурашки кетіп жатыр денемде. Әлі деймін,
мен мына есте қалай келгенімді білмеймін. И кірген кезде андай бар ғой, беспомощный адамдарды көрдім ғой өмірімде бірінші рет. Болды, ода ешқандай қорғаныс жоқ та, ешқандай. Барлығы просто бізге қарады. И бір кезде айқайлап бастайды ғой, мә соқты. Ана жерде бигулка. Ана айқайды естісең, білмеймін енді, адам баласы андай айқайдан кейін аяйды негізі. Жалпы Тима маған да айтты сол кезде, осы моментте айтты, нони, короче, мен төртеуін аттым. И аналардың деп айқайлап атқан, қиналып атқан көрдім де жүрегім ауырып шыдамай, қалған 6 оқты далаға шығып аспанға ата салдым дедім. Ал мен не оған көрген жасындар. Шықтық, симпл екенбіз. Олар айтады, жоқ, ана қаруларды, пейнтболдың қаруларын алып келеді. Қазір просто көрсетеміз, ертең немен ататынымызды, сендер кішкене дайын боласыңдар. Ертең арнайы бір жерге барып, немесе далаға барып, аяқтарына атады. Сөйтіп бізді сендірді. Сосын біз шықтық. Қазір видео түсіреді жай ғана дейді. И дарбазадан пейнтболдың нелерін, қаруларын алып келе жатыр. И мен есікті ашып, еще сұраймын ғой. Ұстап көрейінші деп, ұстап көрем. Темір. Ауаны жұқты, нәмән шығар деп отырып, и тағы аяғыма біреу тиеді. И мен сол кезде сезем ғой, мынау уже ойнайтын нәрсе емес деп. И басталды батыр-бұтыр аяғымызға атыр. Мына жерге біреу тиді, мына жерге біреу тиді. Барын салып, жаным салып, қорғанадым, аяқ құлай кетіп қалды. Және осы күн, сол челлендж болған күн, осы біз бір апта өткіздік қой уақыт. Ең қуанышты күннің бірі болды да, өйткені Арман Кермановты жазалау үшін келдім да мен бұл 2-ші маусымда, және ол өте алмай қалды. Сосын бірақ сонда да аянышты жағдай болады екен, өйткені менің автоматым деп айтамын ғой, мен қаруымда GoPro тұрды алдымда камера, экшн камера, және мен әдемі спецназар сияқты деп есікті ортадан былай ашып бердім, түсіп тұрайын деп балдарды кіргізем, және диванның үстіне балдарды атып жатыр. Мен почти соңғы болып кірдім. Мен кірген кезде ана жігіттер ана жерде енді алтау ғой, білмеймін, енді бір жануарлар сияқты ғана ит мысықтар қинап атады ғой, мұшта жетіп деп атады ғой, соны көрдім ғой мен. Арман былай не істеп алады да, Арман аяқ есімен өтеді короче. Былай короче. Бүйтіп Арман аяқ есімен өтеді де, и мен былай жауып жатып, жауайын деп жауып жатқан кезде короче, маған смачно бәрі деп алып теді. И мынау солай короче. Неше күн болды уже? Күн болды. Дәл былай көрсет, жақын көрсет. Мынандай болып қалады жай. Сол кезде тұрар короче бүйтіп тұрады да, пор прям прикинь. Тах деп атқан мына. Жоқ, мен короче жандоспен плотно қырылдым да. Сол күні мен прям ұрысып жүрміз бір-бірімізбен. Енді бытовуха болады ғой, бір комнатада жүреміз, сол үшін біз ұрысып қаламыз, недопонимание болады да. И мен жандосты таңдаймын ғой, короче, 10 оғымды жандосқа атам деймін ғой. Барам, бірінші тұрып атып атырым. Сөйтіп қарайым, жандос өстіп, жауып алған өзінше, жастықпен жауып алған. Мен барамда тағап тұрып атам ғой, рахаттанып ішімде деген. Прям ондай жынданық бір злость болып атыр, мен барамда пах деп. Ана жақта дейтін оқтың анау дуло дейді ғой, сол саған қарап тұрған момент өте қорқынышты. Ол ішінде даже оқ болса да, оқ жоқ болса да, ол өте суық. И сол саған қарап тұр, еще оқтар ұшып жатыр көзінше. Мен сол кезде орнымады, диванда орнымады, мынандай жастық бар. Жастыққа отырып қалғанмын, жастықтың үстіне келіп, улап видео түсіреді деп, әдемілеп дайындап отырмын. И дайындап отырған кезде пытыр келіп жатыр. Тұрдым да сразу жастықты былай жауып алдым. Аяғым жалаң аяқ. Мен қазір аяғыма тисе аяқ қанайық, ертең челленджде ойнай алмаймын деген ойлар кетіп жатыр уже. И бірақ
сақтап қалды ма, аяғыма бірде көп тиген жоқ, қаншама баланың арасынан. Ема, жесть, жестко. PUBG'дағы рахаттанып тұрып жатқансың ғой. Тақ. Аты үшін. Кім жандостың басына тегізді? Мен тигізген жоқпын. Мен чисто аяқтадым. Мен жерге аттым жеген. Мен жерге аттым. Аттан мен даже бар ғой. Менде папа бар. Жандостың басына кім атты? Сен автоматта жинатса. Бұнда хуйня. Тихо. Көзіне тиген, прям көзіне. Айттым ғой соны айттым. Отырған кезде соны айттым. Қанауат ма? Қанауатқан жоқ па? Шиша айттық қой, бірақ басына шығарып қойғаншы. Қан көрсетші көзіңді. Көзіңді көрсетші. Ебай, нар. Жарыққа көрсең. Қалай көзің көрсетші? Көрші, Скорый шақырыңдар, Жеги.